Мгм. Так, олай болса, сабағымызды қазір бастайық. Мына жерде біздің көрсетіп отырған қазір сұрақтарымыз ол 5-ші тақырыптың сұрақтары светофор және реттегіштердің туралы болатын болып тұр. Сондықтан қазір бастайық. Камераны алып тастайық, керегі жоқ бізге. Мына светофордағы стрелка қызыл нені білдіреді деп мына жерде сұрақ тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл деген кішкене төмен қарай түссе болады. Бұл деген жасыл жанған кезде тек оңға қарай кетуіміз керек деген сөз. Яғни жасыл жанған кезде, мінекей при включении тек оңға қарай жүруге болады деген сөз деп жауап береміз. Осы сұрақтар дәл сол билетте кездеседі біздің келешекте жауап беретін сұрақтарымызда. Так, требование об остановке трансгрессии подается. Яғни полиция қызметкері қалай көлікті тоқтатады дейді. Ол біріншісі громкоговорящий устройство дейді, яғни өзінің жаңағы машинасында болса, сол жаңа не арқылы, рупорт арқылы жаңағы сөйлеп тоқтатады. Немесе жестом руки дейді, яғни қолын созып тұрып тоқтатады. Немесе қолында жезл болады, онымен де тоқтату мүмкін, және сықырық арқылы. Яғни осы үшеуі де дұрыс, үшеуі де заңда айтылған, сондықтан бірінші, екінші, үшінші пунктта айтқанның бәрі де дұрыс деп жауап береміз. Келесі сұрақ. Мынау біздің реверсивті жолақта, екі двойной пунктирный, бұл реверсивті жолақ. Мына төбеде тұрған светофор нені айтып тұр? Бұл реверсивті жолақ біздікі дейді. Енді сұрақ, бұл тракторды озып кетуге бола ма? Иә, болады, өйткені бұл жолақпен жүруге болады. Сондықтан болады деп жауап береміз. Мына көліктердің қайсысы ережені бұзып тұр? Біз деген мына жолақты айттық реверсивті деп. Бұл реверсивті жолақтан әр уақытта шығып кетуге болады. Қалаған кезімізде шығып кетсек болады. Бірақ кіру үшін біз мына светофордың жанып тұрғанын көруіміз керек. Дәл қазір бұл жерде бұл светофор өшіп тұр. Өшіп тұрғандықтан бұл жолаққа кіруге болмайды. Егер бұл светофор өшіп тұрса, бұл ортадағы екі жақтан да двойной сплошной деп санаймыз. Яғни бұл бөлгіш жолағы болып тұрады, ешкім бұл жаққа кіре алмайды. Шығып кетуге болады әрқашанда, но кіруге болмайды. Яғни бұл жерде кім ережені бұзып тұр? Мына жүк көлігі бұзып тұр. Сондықтан осыны таңдаймыз. Келесі сұрақ. Қай бағытта қозғалысты жалғастыра берсек болады? Так, мына жолға қарайтын болсақ, мына бірінші жолақ, мынау екінші жолақ, үшінші, төртінші да. Яғни біз келе жатқанымыз екінші жолақ. Екінші жолақтан біз оңға қарай бұрыла алмаймыз. Заң бойынша солай ғой. Біз оңға бұрылу үшін мына жақтан бұрылуымыз керек. Сондықтан мына реттегіштің сигналы кез келген бағытқа жүруге болады деп тұр. Оның сигналы айтып тұр, кез келген жаққа болады дейді. Бірақ біз енді жолаққа қарайтын болсақ, біз тура жүре аламыз, солға бұрыла аламыз және кері айналып аламыз. Тура, солға және кері. Яғни мынау, прямо, налево и обратно дегенді таңдаймыз, жауап береміз. Келесі сұрақ, мына жерде түсініп тұрсыздар, мына тракторды озуға бола ма дейді. Әрине болмайды, өйткені жерде X жанып тұр, қызыл жанып тұрса, яғни бұл қарама-қарсы бағыт, біздің бағытымыз емес. Сондықтан болмайды деп жауап береміз. Келесі сұрақ, қай бағытта жүрсек болады? Мынау көрсетіп тұр бізге, кез келген бағытта жүруге болады дейді. Яғни біз бұл жерде бір-ақ жолақ, басқа жолақ жоқ, сондықтан біз кез келген бағытқа жүре аламыз. Кез келген бағытқа. Тағы да реверсивті жолақ, светофор өшіп тұр. Мына жаққа кіруге болмайды. Мына біреу двойной сплошной деп айттық. Яғни бұл жерде жүк көлігін озуға бола ма дейді? Болмайды деп жауап береміз. Қай жерге кеп тоқтау керек? Қызыл жанып тұрғаннан кейін біз тоқтауымыз керек. Қай жерге тоқтаймыз? Мына сызыққа жетпей тоқтаймыз. Перед светофором дейді, перед стоп линия дейді, яғни стоп линияның алдына тоқтаймыз деп жауап береміз. Келесі сұрақ. Дәл осы жерде оңға қарай бұрылуға бола ма дейді. Біз мына светофорға қарайтын болсақ, бұл жерде тура оңға деп тұр, оңға қарай өшіп тұр. Яғни оңға біз бұрылу үшін мына
сигналдың жанғанын күтеміз, иә. Оңға бұрылға болады қашан? Оң жақ стрелка жанған кезде дейді. Жауапты 3 деп қоямыз. Так, ваши действия при повороте направо дейді. Направо деген яғни біз оңға қарай бұрылғымыз келеді. Егер біз қаланың ішінде 60-пен келе жатсақ, оңға қарай бұрылатынымызды алдын ала білеміз ғой. Сондықтан біз жылдамдықты азайтып келе жатқанбыз, уже азайта бастаймыз. Өйткені оңға бұрылғанда шамамен бір 20 км/сағатпен бұрылуымыз керек. Енді мына стоп сызыққа жетуге әлі бірталай уақыт бар, көріп тұрмыз. Мына жүргізуші қазір кешіріңіздер. Яғни бұндай жағдайда біз деген тоқтап үлгеруіміз керек. Өйткені мына реттегіш қолын аспанға көтеріп тұру деген сөз, яғни ол өзінің сигналын өзгертеді дейді. Бірақ қолын аспанға көтеріп тұрғанша тоқтайтын көлік тоқтап үлгеру керек. Кім егер тоқтай алмай жатса, жақын келіп қалса, онда тоқтамай жүре берсе болады. Бірақ алайда бұл жерде біз оңға бұрыламыз деп келе жатырмыз ғой. Алдын ала жылдамдықты азайтып қойғанбыз. Сондықтан бұл адам мысалы жүгіріп шығуы мүмкін аяғы. Өйткені біз деген светофорға қарап ориентир жасап келе жатқанбыз, оңға қарап бұрыламыз деп. Бір кезде мына реттегіш шықты да қолын көтерді, біз деген тоқтауымыз керек. Стоп сызықтың алдына келіп тоқтауымыз керек деп жауап береміз. Так, мынандай жағдайда кері айлануға бола ма дейді. Бұл сигнал бізге кері айлануға рұқсат береді. Алайда біз кері айланар кезде мына жерде автобусқа тап боламыз. Автобус біздің оң жағымызда болады. Яғни біз бүйтіп айланып келе жатқанда автобус оң жағымызда болады. Сондықтан біз кері айлануымызға болады, бірақ автобусқа жол беріп қана, жол беру арқылы кері айлансақ. Жауап 3. Келесі сұрақ. Солға бұрылған кезде сіздің әрекетіңіз қандай дейді. Бұл жерде бізге сол жақ стрелка жанып тұр, яғни біз солға бұрыла аламыз. Алайда бізде трамвай деген бар, біз егер құқығымыз бірде болса, жаңағы дәрежеміз бірде болса, онда трамвайға жол беру керек деген заңды білеміз. Бірақ мына жерде қарасаңыз, трамвайның өзінің жеке светофоры бар екен. Бұл светофорға қарасаңыз, үстіңгі сигналдар жанып тұр да, асты өшіп тұр. Егер асты өшіп тұрса, яғни трамвайға дәл қазір жүруге болмайды деген сөз. Яғни трамвайға тоқта деген сигнал. Сондықтан біз трамвайға қарамай, өзіміздің сигналға қарап, солға қарай бұрыла береді екенбіз. Яғни бірінші болып жүреді екенбіз деп жауап береміз. Мына сұрақта оңға қарай бұрылуға бола ма дейді осындай сигналда. Әрине болады, бірақ адамды жіберуді ұмытып кетпеуіміз керек. Болады, уступай дорогу дейді, яғни пешеходқа жол беріп бұрылады екенбіз. Келесі сұрағымыз, қай жерге сіз тоқтайсыз дейді. Енді светофор қызыл жанып тұрғаннан кейін біз тоқтаймыз ғой, қай жерге тоқтайсыз дейді. Мынау тоқтау сызығы деген сөз. Мына белгінің өзі тоқтау сызығы дейді. Яғни осы знактың тұсына келіп тоқтайды екенбіз. Бұл знактың аты 5.33 деп аталады, мінекей, стоп линия деп аталады. Яғни осы знакқа келіп тоқтайды екенбіз. Постоянно мигающий желтый сигнал дейді. Яғни светофордың үнемі сары жанып өшіп тұрғаны болса, яғни ол не деген сөз? Яғни бұл жерде реттелмеген дейді. Жол қиылысы немесе адамның өтпесі, жаяу пешеходный переходтың реттелмегенін айтып тұр. Яғни біз деген жан жаққа қараймыз, адам жоқ па, басқа көлік жоқ па деп абайлап өтеміз деген сөз. Сары деген негіз ескерту деген сөз. Ескертіп жатыр, абай болыңыз деп. Бұндай жағдайда қай бағытта жүрсеңіз болады дейді. Бұл қол түсіп тұр, иығымен тұр. Оң жақ, сол жақ иығы бізге бәрібір. Бұндай жағдайда біз тура жүрсек болады, және оң жаққа жүрсек болады. Тура және оңға деп жауап береміз. Қай бағытта жүрсек болады? Мына жерде светофорда жанып тұр, және реттегіште тұр. Егер екеуі де бір-біріне қарама-қайшы келіп тұрса, онда біз міндетті түрде реттегішке бағынатын боламыз. Бұл жағдайда реттегіш бізге қарап тұрды, және қолын бізге қарай созып тұр. Яғни, мына жерде керегі бар деп санаймыз. Екі жақты стена тек оңға жүруіміз керек. Алайда
біз деген бірінші емес, біз екінші жолақта келе жатырмыз. Екінші жолақтан оңға бұрылуға болмайды, сондықтан біз мына жерге келіп тоқтап тұрады екенбіз. Қай бағытта жүруге болады дейді? Барлық бағытқа жүруге болмайды деп мына жерге жауап береді екенбіз. Өйткені бізге дәл қазір болмайды. Оңға бұрылуға бола ма дейді. Бұл сигналда оңға бұрылуға болады, бірақ алайда трамвайға жол беруіміз керек. Өйткені трамвай тура өтіп бара жатыр екен. Разрешается уступив дорогу трамвая дейді. Келесі сұрақ. Мынандай жағдайда сіздің әрекетіңіз қандай? Мына көлікке кері айлануға болады, бізге оң жаққа бұрылуға болады. Екеумізге де бірдей сигнал. Бірақ бұл жерде мына көлік бізге жол береді, себебі ол айланып келген кезде біз оның оң жағында болып қаламыз. Сондықтан ол көлік үшін біз кедергіміз. Сондықтан біз бірінші бұрылып кетеді екенбіз. Первым дейді. Мы проедем первым, не уступай дейді. Яғни екінші жауапты қоямыз. Келесі сұрақ. Қай бағытта рұқсат етіледі сізге жүруге дейді. Біз деген келетқан жолағымыз бірінші жолақ. Ол жерде көріп оңға деп тұр, және оң жақ стрелка жанып тұр. Сондықтан тек оңға ғана бұрыла аламыз. Мына белгіде айтып тұр, уақытша тура және оңға жүруге болады дейді. Яғни тек оңға жүреді екенбіз. Қай көрсетілген траекториямен кері айлануға болады дейді. Біз деген кері айлану үшін ең соңғы жолақты таңдауымыз керек. Алайда бұл жерде ең соңғы жолақ реверсивті жолаға, және де төбесінде светофор өшіп тұр. Егер төбедегі светофор өшіп тұрса, онда мынау сызыққа кіруге болмайды деп айтқанбыз. Сондықтан біз мына екінші траекториядан айланады екенбіз. Келесі сұрақ. Қай бағытта жалғастыра берсек болады? Бұл жерде біз бағытымызда 3 жолақ бар. 9-шы тарау бойынша әр жолақпен тура жүруге болады. Оңға бұрылсақ оң жақ жолақтан, солға бұрылсақ сол жақ жолақтан дейді. Енді біз ортасымен келе жатырмыз, бізге жасыл жанып тұр. Сондықтан біз әрине тек тура жүре аламыз. Прямо деп қоямыз. Қай бағытта қозғалысымызды жалғастыра берсек болады дейді. Реттегіш сол жақ, оң жақ иығымен тұр, бізге бәрібір оң жақ сол жақ. Енді бұндай жағдай біз тура және оң жаққа жүрсек болады, осындай сигналда. Бірақ мына жерде қарасақ белгі тұр екен. Мына жол бірақ бағытта. Яғни бағыт тек былай қарай дейді. Сондықтан біз бұндай жағдайда тек тура жол жүре аламыз. Оңға қарай жүре алмаймыз, себебі бұл бір бағыттағы жол, односторонний жол. Сондықтан тек тура деп қоямыз. Келесі сұрақ. Қызыл және мигающий, жыбылықтап тұрған қызыл дейді. Қызыл деген жанып тұрса, ол жүруге болмайды. Ол және жыбылықтай басса, яғни оның уақытысы бітеді, жақын арада жасыл жанады деген сөз. Бірақ негізі жүруге болмайды. Сондықтан болмайды деп қоямыз. Мына жерде екінші жауап бар. Оңға қарай бұрылса болады деп тұрды. Бірақ ол біздің ережеде ондай жоқ. Көп Европа мемлекеттерінде бар, қызыл жанып тұрған кезде оң жаққа бұрылса болады деген. Бірақ біздің ереже бойынша қызыл жанып тұрған кезде ол жыбылықтасын, жыбылықтамасын, бәрібір біз толық жасыл жанғанша жүрмейміз. Сондықтан болмайды деп қоямыз. Мына жағдайда сіз солға бұрылатын болсаңыз, біздің поворотымыз жанып тұр, трамвайға жол бересіз бе дейді. Трамвайға қарайтын болсақ, трамвайдың оң жақ поворот жанып тұр. Яғни трамвай оңға бұрыламыз дейді, біз деген солға бұрыламыз дейміз. Енді мынаған қарайық. Мына адамға қарайтын болсақ, бұл адам мынандай сигнал көрсетіп тұрғанда трамвайға тек солға ғана болады. Трамвайға басқа бағытта жүруге болмайды. Ал енді трамвай оңға бұрылам деп тұр. Сондықтан трамвай оңға бұрылу үшін мына реттегіштің рұқсат беретін сигналын күту керек. Дәл қазір трамвайға оңға болмайды. Сондықтан біз трамвайға жол бермейміз деп айтамыз. Жоқ деп қоямыз. Қандай көліктерге арналған дейді светофор? Бұл светофор трамвай және басқа да қоғамдық көліктерге арналған. Трамвай, а также другие транспортные маршрут средства дейді. Яғни осыны қоямыз. Мына жерде біз тура кетіп бара жатырмыз. Шамамен 60-пен келе жатырмыз.
жасыл жанып тұр, біз бүкіл жаңа неміз көзіміз осы светофорда болған, біз алыстан жүріп келе жатқан кезде енді мына жақтан мына адам жүгіріп шықты, олар ылғи солай істейді, олар жүгіріп шығып қолын аспанға көтереді. Сол кезде не істеуіміз керек дейді. Мен өзім практикада осындай жағдай талай кездестірген, машиналар бірінің артынан бірі соғылған кездер болған. Иә, менің алдымда кетіп жатқан екі көлік бір-біріне соғылған. Мен дегеннен айланып өтіп кетіп қалдым, асығып, бірақ біраздан кейін әйеліме сұрадым, қайтадан барып, ана жүргізушілерге обал болды ғой, бұл жерде кінәлі мынау реттегіш, жол реттегіші олай істемеу керек еді. Негізі жол реттегіш мына жерге тоқтап, қолын аспанға көтеріп тұрып, сықырып, машиналар өтіп кеткеннен кейін барып келу керек еді. Ол деген жүгіріп келіп шыққан кезде ана көліктер еш шығып кетті ғой енді. Тормозды бірден басқанда бірінің артынан бірі соқты. Сондықтан бұл ережеде анық айтылған. Жасыл жанып тұр, машиналар осыған ориентир жасап келе жатыр. Мына адам жүгіріп шығып қолын көтергенде не істеу керек дейді. Тоқтау керек пе, тоқтамау керек пе дейді. Тоқтау керек қандай жағдайда? Егер мына көлік пен мына сызықтың арасы 30 немесе одан артық қашықтық болса. Өйткені 60-пен келе жатқан кезде, көлікті тормоз басқан кезде сол шамамен бір 25-30 метрден кейін тоқтайды. Сондықтан егер сіз мына жерге жетіп мына жерге тоқтай алмайтын болсаңыз, онда ары қарай жүре беріңіз дейді. Сондай жауап бар мына жерде. Продолжить движение, если для остановки невозможно, да? Если вы будете вынуждены прибегнуть к экстренному торможению дейді. Экстренный торможение деген ол педальды түбіне дейін басып қалу деген сөз. Экстренный торможениені қолдануға болады, егер өте қажет жағдай болса, өте қажет, адам басып кетпеу тағы басқа нәрселер үшін, адамның өмірін қорғау үшін ғана пайдалануға болады екен. Басқа жағдайда экстренный торможение пайдалануға болмайды дейді. Сондықтан жауап бұл жерде екінші деп қоямыз. Мына жерде мына көліктердің қайсысына жүре беруге болады дейді. Қарайық, мына реттегіш бізге қарап қолын созып тұр. Мұндай жағдайда трамвайға да оңға жүрсе болады, бізге де оңға жүрсек болады. Енді бұның сол жағынан, мына жағынан қарайға, сол жақ иығынан қарайық. Мына екеуі де солға бұрылса болады. Яғни бәрімізге жүруге болады екен. Бәріне болады деп қоямыз. Қай бағытта жүрсек болады? Біз ортаңғы жолақпен келе жатырмыз, және қызыл жанып тұр. Біз айттық, оңға, солға, шеткі жолақтан болады, ортадан болмайды дедік. Сондықтан дәл қазір бізге жүруге болмайды. Барлық бағытта рұқсат етілмейді деп қоямыз. Бесінші жауап. Ары қарай кеттік. Что означает сочетание красного и желтого? Қызыл мен сары қатар жанып тұрса, жүруге болмайды, бірақ бізге ескертіп тұр. Қызыл өшіп, жақын арада жасыл жанады дейді. Бірақ та жүруге болмайды дейді. Мінекей. Запрещается и информирует о предстоящем включении зеленого. Запрещает, яғни біз қозғауға әлі тыйым салынады. Қай бағытта жалғастырсақ болады? Біз деген бірінші, екінші, үшінші корпусы ең шеткі жолақпен келе жатқандықтан, және мына стрелкаң жанып тұрғандықтан тек солға жүре аламыз, және кері айланып кете аламыз. Налево и в обратном деп қоямыз. Келесі жауап. Сұрақ. Что обозначает желтый круглый сигналы? Егер қызыл емес, кешіріңіз, сары сигналы жанып тұрса, жаны өшіп тұрған жоқ дейді, бұл жер жанып тұр дейді. Егер ол жанып тұрса, яғни ол қызылдан кейін жануы мүмкін, немесе жасылдан кейін жануы мүмкін. Сондықтан мына жерде кішкене сұрақты былай, жауапты кішкене былай күрделеп қойыпты, жазыпты. Болмайды, егер жасыл жаны өшіп болғаннан кейін жанса дейді. Яғни қызылдан емес ол, жасыл, мысал үшін жасыл сигналмен сары қоса жанса, жүре беруге болады. Өйткені жасыл ғой. Бұл жерде айтып тұр, жасыл жүрет жыпылықтап болып бітті дейді. Жасыл өшіп болғаннан кейін сары жанса дейді, ондай болса әрине жүруге болмайды деп осы жауапты қоямыз. Мына жағдайда солға бұрылға бола ма дейді. Налево бола ма дейді. Бұндай жағдайда солға қарай болмайды, себебі бізге жасыл жанып тұрғанмен реттегіштің сигналы тек тура және оңға деп тұр. Біз солғы полосада келе жатқаннан кейін мына жерге келіп тоқтаймыз.
болмайды деп жооп береміз. Келесі сұрақ. Қай бағытта жүрсек болады? Бұл жағдайда біз тура жүрсек болады және оңға қарай жүрсек болады, бірақ адамдарды жіберуді ұмытып кетпеуіміз керек, тура және оңға деп қоямыз. Мынандай жағдайда әрине шлагбаум қойып тастапты да, жүруге болмайды да, барлық бағытта жүруге болмайды. Келесі, қай көліктерге қозғалысты жалғастырса болады? Әрине мотоциклға солға қарай және автобусқа тура қарай, әрқайсының төбесіне жеке-жеке светофор қойып қойыпты. Мотоцикл және автобус деп таңдаймыз. Келесі сұрақ. Қай бағытта жүрсе болады осы жолақпен келе жатсаңыз дейді. Әрине бұл жерде тура деп тұр және мына жерде стрелка жанып тұр тура. Яғни біз тек тура ғана жүре аламыз. Мына жерде не дейді? Қай бағытта жалғастырсақ қозғалысымызды болады дейді. Дәл қазір ешқайда болмайды, бірақ жасыл стрелка жанған кезде біз оңға жүрсек болады. Себебі мына жерде көріп тұрсыздар ғой. Бұл жолақпен тек оңға жүруге болады, тура жүруге болмайды. Жауап берейік, не дейді мына жерде? Дәл қазір стрелка өшіп тұрғандықтан бізге тоқтап тұру керек екені рұқсат берілмейді. Каких направлений разрешается продолжить движение дейді. Во всех направлениях запрещено деп қоямыз пока. Пока өйткені стрелка жанып тұрған жоқ. Так, мына бағытта не дейді? Ваши действия при движении прямо. Яғни біз тура кетіп баратырмыз. Жасыл жанып тұр. Трамвай оңға бұрылғысы келіп келатыр. Поворот жанып тұр. Бірақ трамвайға оңға рұқсат беріп тұрған жоқ, көріп тұрсыздар. Тек тура деп тұр. Бұндай жағдайда трамвай тоқтап тұр. Мына светтің жанғанын күтіп тұр. Сондықтан біз деген тура кететін болсақ, қорықпай жүре береміз. Жауап 2. Қай бағытта жүрсек болады? Бұл жерде 2 жолақ, әр жолақпен тура жүруге болады, және мынау жолақтан оңға жүруге болады. Тура және оңға деп қоямыз. Қай бағытта жалғастырсақ болады қозғалысты? Әрине, мына стрелка жанып тұрғаннан кейін оң жақ қаласа да тек оңға қарай, направо деп қоямыз. Қай бағытта жалғастырсақ болады? Бұл жасыл жанып тұр, кез келген жолақпен тура жүруге болады, сондықтан тек тура, оңға бұрыла алмаймыз. Қай бағытта жалғастырсақ болады дейді? Әрине, мына жолақта тек оңға жүруге болады. Реттегіштің сигналы тура және оңға, бірақ знакқа қарап біз тек оңға ғана жүре аламыз. Что означает зеленый мигающий дейді? Жасыл сигнал светофордың жаны өшіп тұрса, онда оның уақыты кетіп бара жатыр дейді. Жақын арада қызыл жанады дейді, бірақ тоқтай алмасаң жүре бер дейді. Яғни мынау жауап. Қай бағытта жалғастырсақ болады? Бұл сигналда біз тура оңға деп айтқанбыз, алайда мына жолақтан келе жатырмыз, мынау тек бірақ бағыттағы жол деп тұр, сондықтан біз дәл қазір тура ғана жүре аламыз. Реттегіштің арқасынан әрқашанда жүруге болмайды да, сондықтан барлық бағытта жүруге болмайды деп қоямыз. Сіздің әрекетіңіз қандай? Біздің әрекетіміз дәл қазір жүруге болмайды, бірақ жасыл жанған кезде тек солға жүреміз. То есть жалғастырамыз, светофор жанған кезде ғана дейді. Қай бағытта жүрсек болады? 3 жолақ жасыл ғана жанып тұр, повороттар жанып тұрған жоқ, яғни біз тек тура жүре аламыз. Қай бағытта жалғастырсақ болады дейді? Ол бізге қарап тұр, бізге қарай қолын созып тұр, яғни тек оңға қарай жүрсек болады. Мына жерде қай бағытта жүрсек болады? Стрелка жанып тұр, бұл біздің жолақ, солға ғана, яғни тек солға ғана жүрмейміз, және кері айналамыз.
налево и в обратном направлении деп қоямыз.